Саламатсыздар, ардақты ағайын. АК-79 менің жерімнің тарихы атты каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тарихында кеңестік кезеңнің алар орны ерекше. Тура осы кезде қазақ халқының арасынан елі мен жер үшін аянбай қызмет істеп, бүгінгі қазақ елінің осындай кең байтақ жерді сақтауына үлес қосқан керемет тұлғалар шықты. Биыл 2020 жылы сонау патшалық Ресейге алданған қазақ елінің 1920 жылы қайтадан өз мемлекеттігін қалпына келтіргеніне 100 жыл толып отыр. Аяусыз қатаң мәскеулік большевиктерге бой бермей, түбінде қазақ мемлекетін қайта құру қазақ лидерлерінің ерен еңбегі. Солардың бірі бүгін есімі ұмытыла бастаған Әліби Тоғжанұлы Жангелдин. Бүгін осы ролигімде Әліби Жангелдиннің қазақ халқы алдында жасаған ерлік еңбектерімен таныстыра отырып, сіздерге осы нағыз патриот болған тұлға туралы кеңінен таралған аңыз әңгімелердің өтірік екенін дәлелдеуге тырысып көремін. Біріншіден, көптеген тарихшылар Әліби Жангелдинді дінін сатқан ретінде сипаттайды. Бұндайларға мен келесі жауабымды бергім келіп тұр. Иә, рас, 1899 жылы Әліби Тоғжанұлы Орынбор қаласындағы рухани училищені Николай Степанов деген фамилиямен қабылданды. Бірақ бұл тек жас жігіттің білімге деген құштарлығын білдіреді. Өйткені ол кезде оқу орындарына тек бай, әл-ауқатты қазақтар мен орыс шаруалардың балалары ғана қабылданады. Сондықтан кедей отбасыдан шыққан Әліби православие дінін еріксіз қабылдап оқуға түседі. Шын мәнінде Жангелдин ол кезде де кейін де атеист еді. Өмірінің басын көпшілігі өткеннен кейін Жангелдин ағамыз бірақ тәубесіне келіп, қасиетті Меккеге 2 рет барып қайтады. Ал жалпы Әліби ағамыз шылым шекпеген, арақ-шарап ішпеген, қазақтың әдет-ғұрпын қатаң сақтаған, отырған жерінде ас қайырып, бата берген нағыз қазақ болған. Бұны болса сол тарихшылар айтпайды. Екіншіден, Әліби Жангелдин қазақтан шыққан тұңғыш саяхаттанушы, сонымен қатар тұңғыш фотограф және кинооператор, қазақ даласына кино өнерін алғаш әкелген тұлға. Бұл жағдай келесі ситуацияда болған еді. Жаппай қуғын сүргінге ұшыраған Әліби өзінің білімге деген құштарлығын қандыру үшін дүние жүзін аралап ел көру мақсатын алдына қояды. 1910 жылы бірнеше серіктерімен Әліби жаяу жолға шығады. Осылай 5 жылға созылған экспедиция барысында Әліби Жангелдин өз серіктерімен Ресей империясының европалық жағын, Польшаны, Австро-Венгрияны, Сербияны, Болгарияны, Турцияны, Сирияны, Палестинаны, Африканы, Египетті, Абиссинияны басып өтіп, кері оралған жолында айналып отырып, Араб түбегі, Месопотамия, Персия, Үндістан, Цейлон, Малайзия, Үнді-Қытай, Сиам, Қытай, Формозу аралы арқылы 1912 жылы Жапонияға жетеді. Ешқандай спонсорсыз, тек өз күштерімен жаяу жүргізілген осы экспедиция барысында азықтануға қаражат табу үшін Әліби өз достарымен жол бойында ақылы кештер ұйымдастырып дәріс оқыды. Осы сапарда фотоаппарат пен киноаппаратты жетік меңгерген Әліби өзі болған жерлерде халықтардың өмірі мен тұрмысына байланысты 40-тан астам фильм түсіреді. 1913 жылы елге оралғанда ауыл-ауылды аралаған Әліби осы кинофильмдерді қазақтарға көрсетіп сауатын ашады. Бұны да көптеген жерде тарихшылар айтпауға тырысады. Үшіншіден, Әліби Жангелдин 1915 жылы коммунистік партияның мүшелігін қабылдап, қазақтан шыққан алғаш большевик болды. Ленин Сталинмен өте жақсы таныс, коммунистік партияда жоғары беделі болған Жангелдин кейін қазақтан шыққан Рысқұлов, Сейфуллин, Алиев секілді жас коммунистерге қолдау көрсетіп қамқоршы болады. Егер сол кезде Жангелдиннің қамқоршылығы болмаса, бұл қазақтан шыққан жан-жақтан езі көріп, сескенуге үйреніп қалған, дәстүрге айналып кеткен, орыстанып бара жатқан қазақ халқынан шыққан сол жас коммунистер
кейін совет өкіметінде үлкен қызметтерге тағайындалуы үлкен сұрақ болар еді. Төртіншіден, 1918 жылы Жангелдин тікелей Лениннің бұйрығымен дала өлкесінің төтенше комиссары болып тағайындалып, яғни қазақ жерінде кеңес үкіметін орнату үрдісін басқарып, тарихтағы кеңестік Қазақстанды басқарған бірінші басшы десек те болады. Бұны да тарихшылар айқындауға тырыспайды. Бесіншіден, қазіргі тарихшылар Али би Жангелдинді алаш қайраткерлерінің нағыз жауы ретінде көрсетеді. Бірақ Али би Жангелдин алаш азаматтарының қас жауы болса, қазақтың алғашқы оқу-ағарту комиссары, алаш мүшесі болған Асфендияр Кенжиннің қызы Софияға үйленер ме? Егер Жангелдин Алашорда басшыларының жауы болса, 1918 жылы тұтқындалған атақты Алихан Бөкейхановты Ленинге 2 рет кіріп, патша үкіметіне қызмет істеген адам бізге де қызмет істей алады. Бұл өте білімді, пайдалы кісі. Қазақ халқы оны қадірлейді, оны сақтап қалу керек деп аман қалдырар ма еді? Немесе Ахмет Байтұрсыновты Ленинге кіріп, Байтұрсынов грамматика жазған, математиканы 4 амал деп қазақ тіліне аударған үлкен ғалым, жазушы бізге керек деп оны да сақтап қалар ма еді? Алтыншыдан, Ленин және Сталинмен тікелей таныстығын пайдалана отырып, Жангелдин Мәскеудегі ұлттар халық комиссариаты жанынан 1918 жылы тұңғыш қазақ бөлімін ұйымдастырды. Бұл өте маңызды шаруа еді. Өйткені сол кездегі бөлім осы бірте-бірте қазақ халқының мүддесін қорғайтын Мәскеудегі органға айналады. Өздеріңіз білесіздер, ол кезде кеңес үкіметі пайда болғаннан кейін барлық ең маңызды шешімдер тек Мәскеуде қабылданып, кейін орталықтан түскен шешімдерді жан-жақтағы органдар тек орындауға тиісті болатын. Ал осы Мәскеудегі Жангелдиннің бастамасымен құрылған қазақ бөлімі сол қазақ халқының Қазақстан территориясына байланысты барлық маңызды шешімдердің жобаларына қатысып белсенділік танытты. Жетіншіден, 1920 жылы Жангелдин қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігінің құрылуына тікелей қатысып, қазіргі Астрахан облысының жерін жаңа құрылған Қырғыз Қайсақ автономиялы советтік республика құрамына енгізді. Бұл деген Али би Жангелдиннің қазақ халқының, қазақ мемлекетінің тарихын дара білгендігін дәлелдейді. Өйткені сол кездегі орыс, украин большевиктерімен пікір таласта Али би Жангелдин жеңіп шығып, Астрахан облысының қазақ жеріне, қазақ халқына тиесілі екендігін дәлелдеп шығады. Сегізіншіден, Қазақстанның тұңғыш қамсыздандыру халық комиссары болған Али би Жангелдин 20-30 жылдары қазақ жерінде орын алған жаппай аштықпен күресуге аянбай күш салып, туған елін аман алып қалуға еңбектенген. Тек бір мысал келтіретін болсақ, осы ауыр кезеңде халық жұтқа ұрынып, барлық малдан айырылып, күйзеліске ұшырағанда Али би Жангелдиннің ұсынысымен жан-жақтан көптеген мал әкелініп, Арқалық қаласының ар жағындағы Шойынды көл деген жерде қазақ халқына тегін таралтылған. Сонымен қатар, туған елінің тек мал шаруашылығымен ғана айналыспай, жылдан отырықшы жер игеруіне де үлес қосқан. 1921-1926 жылдары Али би Жангелдин Кенжетай суландыру артелін ұйымдастырып, қазақ халқын бидай, тары, арпа егуге үйрете алатын орыстарды осы артелге тартып, олар қазақтарға үйретуін тікелей бұйрық етеді. 9-шы, Жангелдин тікелей өзінің бастамасымен 1922 жылы Қызыл керуен деп аталған үлкен іс-шара бастайды. Орынбордан шығып, Жаманқала, Торғай, Атбасар, Ақмола, Павлодар, Семей өлкелеріндегі ауылдарды аралаған осы керуен бір қатар шара атқарады. Қызыл керуен қазақтарға дәрігерлік, әлеуметтік, ветеринарлық көмек көрсетеді. Қызыл керуен өлкенің тарихи этнографиялық өмірін зерттейді. Жергілікті халықтың ішінен зерделі және талантты жастарды айқындап, оларға нақты көмек көрсетіп, оқуға түсуіне көмектеседі. Сонымен қатар, Қызыл керуен сауатсыздықты жоюға, балалар үйлері мен балалар бақшаларын салуға көмектесті. Қазақ қыздары мен қазақ әйелдеріне арналған мектептер ашуға өте үлкен көңіл бөлді. Ең соңғысы,
Қажымас жігерлі жан болған Әліби Тоғжанұлы сталиндік репрессиялар кезінде тек өзінің қара басының қамын ғана ойламай, қолынан келгенше асыра сілтеушілік, барлық солға бұрмалаушылық сияқты олқылықтармен күресті. Ел есінде Әліби Жангелдин туралы керемет әңгімелер әлі күнге дейін сақталып келеді. Бір күні Жангелдин туған торғайға жолы түсіп бара қалса, Қазақстан өлкелік партия комитетінің сол кездегі бірінші хатшысы Голощекин де осы жерде жүрген. Әлекең өзінің сол туған жерлестерімен кездескенде қазақтар қоймада астық бола тұра Голощекиннің бергізбегенін айтады. Голощекиннің бар астықты есептеп нормамен береміз деген сөзіне қарамай, көпшілік жұрттың көзінше Совет үкіметін құрған сен емес, менмін деп халықты қырайын деп педің деген сөзімен қолындағы тұрған таяқпен Жангелдин Голощекинді 2-3 рет ұрып жіберіп, қамбаны аштыртып, сол жердегі астықтың барлығын қазақтарға таратқызады. Жангелдиннің бұл қылығын кек тұтқан Голощекин оны қызметтен босатып, көлігін тартып алып, жалақысын қысқартады. Кейін бұны естіген Сталин, қазақта Жангелдиннен артық сыйлы адам жоқ қой, сондықтан біз оны құрметтеу керекпіз. Бүгіннен бастап ол денсаулығына байланысты 8 сағат емес 4-ақ сағат жұмыс істесін деген арнайы қаулы шығарады. Сонымен қатар сол кездегі Совет үкіметінің басшысы Молотов Жангелдинге Қазақстандағы ең жоғарғы айлық тағайындап, жеке көлікпен қазіргі барахолканың орнында болған 2 гектар жері бар 10 бөлмелі 2 қабатты үй салдырып береді. Өзі оқымысты және жоғары интеллигентті тұлға болған Жангелдин міне осылай сол кездегі Совет үкіметіндегі би болып тұрған Сталин мен Молотовтың ерекше досы, ерекше сенім артқан тұлғасы болады. Бірақ осындай таныстарды пайдалана отырып, Жангелдин өмірінің аяғына дейін қазақ халқынан шыққан біршама азаматтарға да араша түсіп үлгереді. 50-ші жылдары Ришат пен Мүслім Абдуллиндерге халық әртісі атағын беру бойынша жиналыста кейбіреулер үлкеніне берейік те кішісі қоя тұрайық деген әңгімелерді естіген кезде ызаланған Жангелдин: "Ей шырақтарым-ау, бұлар өздері егіз емес пе? Аралары 10-12 минут қана. Құдай айырмаған адамдарды сендер қалай бөлейін деп отырсыңдар" деп екеуіне бірдей атақ бердірді. Сонымен қатар қазір барлық музыкалық қауымдастыққа мәлім болған Еуропа халықтары мен түркі әлеміне Әлім Алмат есімімен танылған қазақ скрипкашысы Ғалымжан Әбсәләмов тікелей Әліби Жангелдиннің қамқоршылығында болған. Бірақ сонымен қатар қапыда қалған кездері аз болмады. Мысалы, 1951 жылы Әліби ағамызға тарихшы Ермұхан Бекмаханов келіп: "Аға, мені партиядан шығарды, жұмыстан қуды, енді соттайын деп жатыр. Кенесары жайында кітап жазып едім, содан пәлеге қалдым" деген екен. Әліби Тоғжанұлы дереу Қазақстанның бірінші хатшысы Шаяхметовқа телефон соғып: "Егер ақын жазушы, ғалымдардың кітабы ұнамайтындарды шетінен жаба берсек, бізде ақын да, ғалым да қалмас. Бұл болмайды. Одан да ана кітабыңды түзетіңіз, болмаса қайтадан жазыңыз" деуіп оларды арашалап қалу керекпіз ғой. Бірақ бұндай Жангелдиннің сөзіне Шаяхметов те, Қазақстан Советтік Республикасының коммунистік партиясы да ешқандай құлақ аспай, түбінде Ермұхан Бекмаханов 25 жылға сотталып кетті. Бірақ сол қиын қыстауда халық жауы деп жарияланған жас тарихшыға араша түскеннің өзі Әліби Жангелдиннің үлкен батылды жігіт болғанын айқындайды. Міне осындай әртүрлі толғанысқа, күреске толы өмірін Әліби Жангелдин 1953 жылы 69 жасында аяқтайды. Әліби Жангелдиннің өмірі өз халқына адал қызмет етудің үлгі өнегесі ретінде танылу керек. Ең өкініштісі, бүгін барлық халықтар өз тарихына үңіліп, халқының санасын көтеру үшін еңбектеніп жатқанда, біз болсақ алып тұлға, өз қазағына жанашыр болған Әліби ағамыздың атын кеңінен таратпақ тұрмақ, оны қазіргі псевдо тарихшылар сатқын деп айыптауда. Ағамыз өзі шын пейілмен қолдаған кеңестік үкіметін орнату жолында аянбады. Қателік кемшіліктері де пенде болған соң аз емес. Бірақ
қазақтан шыққан бір туар азамат екенін мойындау ағамыз алдындағы парызымыз. Қазақтан шыққан ең мықты тарихшы Мамбет Қойгелді ағамыз айтқандай, егер біз тырнақ астынан кір іздейтін болсақ, барлық қайраткерлеріміздің бойынан қателік табуға болады. Онда қазақта бірде-бір тұлға қалмайды деген екен. Тырнақтың арасынан кір іздегенше Әліби ағамызбен мақтанайық, ағайын.